Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Елге қызмет жобасы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті елге қызмет ақпараттық жобасының кезекті шығаруын бастайды. Жоба мақсаты мемлекеттік қызметтің жай-күйі, мемлекеттік көрсететін қызметтер және оларды алудың тәртібі, мемлекеттік қызмет туралы заңнама талаптарын, мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын сақтау мәселелері бойынша халықты ақпараттандырып қызмет барысымен таныстыру болып табылады. Бүгінгі эфир қонағы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының Астана қаласы бойынша жылжымайтын мүлік және жер кадастры Байқоңыр ауданы бойынша бөлім бастығы Сағынбеков Сұңқар Тілебалдыға келіп отыр. Қош келдіңіз. Электронды техпаспорт алу жолдарын, тізімін және де басқа да көрсететін қызметтер туралы айтып өтсеңіз. Қойылған сұрағыңызға рахмет. Қазіргі таңда мемлекеттік қызмет жылжымайтын мүлікке кадастрлық паспорт беру қызметі өте сұранымды. Оның алатын жолдары бар. ЕГОФ арқылы, электронды портал арқылы. Оның тізімі қазіргі таңда меншік құқық иесін дәлелдейтін құжаттар керек, және де өтініш, арыз толтыру керек, және де авансовый сумма предоплата болады, сол предоплатаны төлеуге тиісті. Ол не халыққа қызмет көрсету арқылы болса да, немесе портал арқылы болса да, осындай тізім бар. Оның орындайтын мерзімдерін бізде пәтерлер 3 күнде жасалады, частный домдар 5 жұмыс күні жасалады, тұрғын емес бөлмелер 7 жұмыс күні жасалады, және де 1000 квадраттан асқандар объектілер 10 жұмыс күні жасалады. Электронды берілген жағдайда қай кезде қорытынды беріледі? Техпаспорт сызған жағдайда біздің специалист техник біріншіден объектке барады, объектіні сызады, оған қолында абрис деген қағаз болады, сол абриске черчежді салып вычерчивать етеді. Содан кейін специалист техник өзінің жұмыс орнына келіп, ЕГКН базасын алып, базаға жаңа керекті характеристикаларын енгізеді, және техпаспорт сызады. Қорытынды қай кезде беріледі? Қорытынды берілу мақсаты ол сәйкестендіру келмеген жағдайда. Себебі меншік құқық иесін дәлелдейтін құжаттардың ішінде техникалық характеристикалар болады. Сол техникалық характеристикалар по факту сіз абрестегі көрсетілген тех характеристикаға сәйкес келмесе, сондай кезде біз қорытынды береміз. Қорытындың түрлері бар бізде, ол қайта өлшеу, қайта жабдықтау, қайта құру деген түрлері бар. Сұңқар Тілебалдыұлы, мазмұнды сұхбатыңыз үшін рахмет айтамыз. Елге қызмет ету жолындағы жауапты қызметтеріңізге рахмет. Жібергеніңізге рахмет. Әрқашанда шақырып тұрсаңыз, осындай мероприятияларға қатысуға дайынбыз. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығаруымыз аяқталды. Егер сұхбатқа қатысты сауалдарыңыз болса, пікірге қалдыруларыңызға немесе мемлекеттік қызмет көрсетуге байланысты ұсыныстарыңызды департаменттің ресми парақшалары арқылы жазсаңыздар болады. Департаментке байланыс үшін әрдайым ашық. Келесіде кездескенше сау саламатта болыңыздар.